Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен осындай өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын, банан қосылып жасалатын тортымызды жасайтын боламыз. Ең алдымен менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен тортымызға керекті заттарымызды дайындап аламыз. Ол үшін бірінші жұмыртқамызды ағы мен сарысын ажыратып аламыз. Жұмыртқаның ағына қантымызды аз-аздан салып, жақсылап араластырамыз. Аппақ болып, көлемі ұлғайғанша араластырамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай көлемі ұлғайып, түсі де өзгеріп шықты. Дайын болып шықты. Ендігі кезек бізде ұнымыздың үстіне қопсытқышымызды салып, құрғақ массаларымызды бірінші жақсылап араластырып аламыз. Және міндетті түрде осылай електен өткізіп салатын боламыз. Миксермен көп араластырмаймыз, аз ғана уақыт араластырып, қалғанын осылай лопатканың көмегімен асты үстіне қарай араластырамыз. Кішкене арасында түйіршіктер пайда болып қалмас үшін осылай миксермен араластырып жібереміз. Міне біздің тестамыз дайын болды. Келесі кезек екеуін бірдей етіп екіге бөліп аламыз. Бір ыдысымызға 2 қасық какао саламыз. Екінші ыдысымызға 2 қасық ұн саламыз. Яғни сол кезде тестамыз бірдей болып шығатын болады. Міне осылай лопатканың көмегімен араластырамыз. Бұл аралықта пешіңізді қыздырып қойыңыз. Осындай кольцоға салып пістірсеңіз болады. Мендегі кольцоның диаметрі 20. Қатты үлкен қылып пісіріп жатқан жоқпын. Қалауларыңыз бойынша диаметрін үлкейтіп кішірейте берсеңіздер болады. Бисквитіміздің піскен-піспегенін таяқшаның көмегімен немесе зубочистканың көмегімен шаншып біліп алсаңыздар болады. Зубочисткаңыз естіле құрғақ болып шығатын болса, онда таза піскен болады. Печкаңыздың қызуына байланысты менің печкам қатты қыздырады, сол себепті 160 градуста, 150 градуста пісіремін.
және осылай 2 бөлікке бөліп аламыз. Бисквитіміз суығанша алдын ала пропитка жасап дайындап аламыз. Бисквитіміз пен пропиткамыздың суығандығы бірдей болу керек. Бір температурада тұрған дұрыс. Міне дәл осылай төртке бөліп алдық. Келесі кезек осылай пропитка жасап шығатын боламыз. Міне осылай барлығына бірдей жағып шығамыз. Пропитка жасап болған соң, пропиткамыз сіңгенше кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін сахарная пудра мен творожный сырымызды жақсылап іртігі жазылғанша араластырып алатын боламыз. Міндетті түрде бірінші осы екеуін араластырып алыңыз. Қоюланғанша әдемі қаймақтай болғанша араластырамыз. Келесі кезекте сливкимізді үстінен құятын боламыз. Сливкимізді қоюланғанша жақсылап араластырамыз. Креміміз дайын болды. Келесі кезек осы жартысын кондитерлік мешокқа салып аламыз. Бананымызды осылай бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Бананды қалауыңыз бойынша бір немесе 2 штугын қосып жіберсеңіз болады. Келесі кезек астына осылай коржды қойып, үстінен крем жағамыз. Видеода көрсетілгендей кремдеріңізді жағып шыға бересіздер. Қалауыңыз бойынша басқа да жемістерді қоссаңыздар болады. Міне крем-кож қойып, барлық тортымызды бір қалыпқа келтіріп алдық. Енді келесі кезекте қалған кремдерімізбен сыртын қаптайтын боламыз. Қалған сыртын осылай шпательдің көмегімен тегістеп шығамыз. Сыртын қалауыңыз бойынша сіңдесеңіздер болады. Үйге осындай ата-енеңізге, балдарыңызға жасап бергенге өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын торттардың бірі. Какаоны бетіне қалауыңыз бойынша сепсеңіз болады.
Міне осымен біздің тортымыз дайын. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет.